Soның барлығының сауабы кімге барады? Мына азат еткен әйелге барады ғой. Осылай тоқтамайды. Сауабы ешқашан тоқтамайды. Сөйтеді ато қуанады да, осы уақытқа дейін өмірін үшке бөліп алды ғой енді бұл. Енді өмірін нешеге бөледі? Үшке бөледі тағы да. Көрдіңіз ба? Енді бұл әбетке дейін ілім алады, түстен кейін ілім береді, түнде қайтадан Раббысына қалады екен. Замандастар айтады, сол Ато ибн Раби Рабах 20 жыл бойы Қағбаның жанын төсек қылды дейді. 20 жыл бойы. 20 жыл бойы ілім алған тоқтамай. Көрдіңіздер ме? Сөйтті де ілімде сондай мәртебеге жетті, сахабалар тірі тұрса да Ато фатуа береді дейді, дәрежеге жетті дейді ғой. Білімі сондай биікке көтеріп фатуа береді дейді. Кеше келген қара құл ғой. Әке шешесінің кім екенін білмейтін. Бүгін міне сахабалардың алдында фатуа береді. Мынау адал, мынау арам, мынау макрух деп кәдімгідей фатуа береді екен да. Ол енді ол іліммен келетін нәрсе ғой, енді отырып алып, так, анау бұл арам. Бұл ма? Бұл өлексе ма? Өлексе қалай өлген өлексе бұл? Машина қағып өлтірген ба? Пойыз қағып өлтірген ба? Пойыз қақса харам болады, машина қақса адал болады деп жіберетіндер бар екен әңгімен же. Кім қақса да харам болып қалады, өлексе болды. Өліп қалды ма? Болды, харам болады ол. Өтірік фатуа беруге болмайды өйтіп. Бұл іліммен сондай ғалым болғанда жаңағыдай. Құдайдың құдіретін қараңыз. Сахабалар дүниеден өткеннен кейін Меккенің муфтиі болды дейді ғой. Кешегі қара құл бар ғой, бүгін Меккенің муфтиі болды дейді ғой. Ал не дейсіз? Исламның бүкіл ілімінен осы кісі фатуа беретін болған дейді. Ал Алла сондай мәртебесін көтерген, қажылыққа келген бүкіл мұсылмандар әлемнің шар тарапынан келген. Сол кісінің алдында ілім алады.